Қалайсыңдар достар, бәріне салам. Қалайсыздар достар, бәріне салам. Сәлем бірге, мен Даникал және менің жаңа влогыма қош келдіңдер. Кім влогты күтті? Жалпы видеоны дәл қазір достар осы видеоға аямай лайктарын басып, потому что мен осы влог видеода сендерге көрсететін жаңалықтар өте көп. Сондықтан қазір бастаймыз достар, сендерден поддержка ретінде лайк сұраймын. Каналда, по-моему, уже екінші күн ба видео шықпай жатыр. Ол өте нашық, сол үшін мен бір бәле сендерді видео сұратым. Короче, достар, бүгін 17 ноябрь және де 14-тен 11 уақыт кетті. Бұл влогта достар, мен сендерге өзімнің жаңа көлігімді көрсететін боламын. Достар, мен, короче, Kia көлігін сатып алдым. Мынандай кілтімен. Оппа-ана. Kia K5 емес, ешқандай G емес, достар, қарапайым Kia Ceed деген көлік. Қазір мен далаға шығамын, и сол далаға шықпай тұрып, үйден влог болсын деген. Достар, көріп отқандарындай обстановка ондай емес. В общем, мен көшіп кеттім. Қайтадан көшіп кеттім. Қазір мен камераны ауысам и көрсетіп. В общем, достар, нақты үйде негізі өте үлкен бардак, көрсетпей қойған дұрыс болады сияқты. Бірақ осындай терезеден видті қалай көрсетесіз? Қарасыңдар, достар, не ғой мынау? Не деуші еді? Қар жауып кетіпті ғой бізде қалада, прикиньте. Ема, мен ақты айнада өзімді көріп тұрмын. В общем, достар, қалайсыздар, комментария жазыңыздар. Бүгін енді кеше түнде қар жауып бастады Алматы қаласында, уже ноябрьде. Мен осы мынау қар еріп кетеді, өйткені күн әлі өте ыстық, аспан өте әдемі, и күн мен мұзда қарасыңдаршы. Мен қазір жаймен далаға шығамын, сендерге машинаны көрсетемін. Ол машинамен мен қазір айдайын ба айдамайын ба оны әлі білмей тұрмын, потому что менде Мерседес те бар. В общем, сондай әңгіме. Қазір біз далаға шығамыз. Кстати, мен креслом осы жақта осылай киімдердің бәрін ұстап тұр. Қолғар. Қиын болды бұны достар, көшіру кішкене. 12 seconds later. Достар, дайынсыңдар ма мен жаңа көлігімді көруге? Kia. Достар, әзіл. Бұл бізде Мерс. Мұнақта маша өтіп баратыр. Мен қазір сендерге өзімнің приколсыз, реальный машинды көрсем, мен аяқ киім үшін топ. Бұлай келеміз. Достар, мен наушник киіп алдым. И мынау менің жаңа көлігім Kia Ceed 08 регион. Так, кілт маған өте қатты достар ұнады. Так, бұл, по-моему, былай шығасын. Қарда, машина ашылды. Бұның багажын үшін. Достар, мен өмірімде ойламаппын жаңа көлікті осылай тез аламын деп, потому что машиналар достар қазір өте қымбаттап бара жатыр. Кеше мен өзім, ойбай, мынау немене бәле, фары шығып тұр дей ма? Короче, достар, машинаның пробегі қараңдар 63 километр. Қараңдар, кеше ағам бір жерге барып келейін деп сұрады. И жаңа, вау, мынау не деген дауыс шығады? Хей-йо, достар, менің камерам, мен наушник тағымын, потому что даладағы заттарды естіп беріп тұрған жоқ. Достар, машина жаңа, и маған ең, достар, мен армандап жүрген бұл машинде функция бар екен. Қараңдар, кілті былай ашылады, көргендеріндей. Мерседестің, достар, кілті әрине күштірек. Өйткені қараңдар, бұл машинде кәдімгі қарапайым кілт. Оны былай, кәдімгідей былай дырр деп тасын. Ал Мерседестің приколының, достар, Мерседесте мына жағы магнит. Яғни Мерседесті мен қазір көрсем, былай осылай кілт тығатын жеріне тық қасылар өзі-ақ кіргетеді. И менің ойымша Мерседесті оталдыру оңай. Мынау кілт, достар, өте страшно, потому что менде Мерседесте де екі кілт бар. Кстати, Кияда да Мерседесте де екі кілт бар. Бірақ Мерседес, достар, 2007 жылғы болғасын, мынау кілт уже есірген, өліп жатыр. Менде үйде тағы да осындай жап-жаңасы бар. Ну, почти жап-жаңа. Так, достар, машина осылай, давайте енді оталдырып көрейік бүгінге. Короче, бұл кілтті мен уже ұмытып қалғам, қалай оталдырып. Былай істейсің, екінші істейсің. Так, машина салам алейкум дейді. И 1-2-3-те мен достар, мен кішкене қуып отырмын, жалғыз машина отырып. Мен достар, осы армандағым негіз бір күні мәші алатын шығарым жаңа деп. И жаңа мәші алсам, достар, мен мынандайларды алмайым деп өзіме уәде бергем. Білмеймін, маған достар осылай бәлдер ұнайды. Жоқ, ұнайды болғанда мынаны алып тастаймын, бірақ мынаны қалдырады сияқты. И осы, достар, білмеймін, маған осындай бәлдер ұнайды. Жаңа мәші екен білдіреді. Так, мынақта кішкене кірленіп қалған. Руль осындай, достар, Kia өте әдемі. Бір зат айта кетейін, мынау машина бізде самый базовый комплектация, ең төмен. Машинада даже диск жоқ, ол қалпақта. И көріп отқандарындай машина, достар, универсал.
менде Mercedes седан ғой, мынау деген универсал. И маған достар Кияның мынау машина қатты ұнағаны, ол жай комплектацияда екі жағында кнопкалары бар. Мына жақта қараңдар, әдемі спидометр, так, спидометрдің арасында еще үлкен әдемі экран бар. Так, 182 километрге бак жетеді. Достар, менің Мерседесім 3 литр болса, мынау машина моторы 1,6 ғана литр. Ол бензинді 2 есе аз жейді, почти. Менің Мерседесім достар бензинді өкіртеді. Бірақ Мерседестің жүрген достар бөлек әлем, ол бас қылсам деп тартады. Достар, Мерседеспен айтатын бір нашар бір новостьм бар. Жарайды достар, Кияны жалғастыра берейік. Нақты қараңдар, өте үлкен телевизоры бар. Давайте Мерседестің кілтін нақыр салсайық. Достар, менде Мерседесте осындай стакан, там су қоятын жер жоқ. Вот достар, қазір мен сендерге көрсетемін, ұмытып кетпесем. Машинада мынақта USB бар, iPhone-ның тез зарядкасы бар и подогрев сиденье бар. Мен отырған орындықтың, мына орындықты. И достар, менде Мерседесте жоқ, ол Кияда подогрев руля бар. Яғни мынау дөңгелек болғанда руль өзі жылынады. Маған достар Мерседесте ол қатты жетпейді, потому что қолым жаурап жүреді. Так, салонда достар, мен қазір өзімнің телефонымды қосып жібере алам. Давайте енді бірге істеп қойық. Так, давайте телефон деп көрейік. 3 hours later. Блин, достар, менің ең қатты сендерге көрсеткім келген затым нақты істемей тұр. Ол дегеніміз мынау CarPlay. CarPlay дегеніміз достар, менің телефоным iPhone осы телевизорға кіріп кетеді. Яғни Bluetooth кім достар оны түсінеді? Мені түсініп тұр, ол өте ыңғайлы зат. Мен достар өзім армандағам ол зат болсын деп. И мынау машинада достар, ол базовый комплектацияда да бар екен. Kia. Мен респект достар Кияға, өте молодцы. Так, енші достар, машина мен вообще не үшін оталдырдым. Мен ойша достар, мен қазір Мерседестің орнына қойсам, арты оның осындай. Так, давайте достар, машина осы тұрған жеріне негізі машина тұра берген дұрыс болатын сияқты. Так, нақты достар, қандар, кондер бар. Мен достар, жаңа машина аты жаңа машина. Бұл машина қазір Мерседестен де мягко жүреді, потому что Мерседестің достар пробегі 233 мың болса, мынау 63 ақ. Короче, мәше давайте өші слайын. Дауысы әдемі, телевизор өш қалды. Так, енді ең жаманы ол достар, қараңдар, бұлай басасын и кілтті кіргізесің. Егер де машина жақсы комплектация болғанда достар, мына жақта кнопкамен оталдыруға болады еді машина, и мынау болмайды еді. И еще мынау жағы болмайды еді, маған особо қатынамайды. Мейлі достар, машиненің өзіне рахмет бұндай болғаны. Так, давайте енді достар, мен екінші телефонды алайында шайнақтан. Достар, видео көріп алсаңдар, лайктарын бастыр. Бәріне жаңа көлік шоусы болсын. Кім мен құттықтап жатыр? Мен кеше инстаграмды көп адам құттықтаған. Кім білмейді, менің инстаграмым бар. Достар, сілтемен бәрі сипаттамада болады. Так, достар, влог жалғасуда. Мынау машинаның арты. Бұл Ceed деген Кияның негізі достар, хэтчбек деген кузов болады. Мынау конкретно Kia Ceed SV деп атады. Яғни машина ұзартылғанын қалай түсіндірсем болады. И достар, бұны қарым, мен айтатқан қалпақ, мәшеде диск жоқ. Так, бұл мәше достар, багажнигі енді дәу ғой. Қарада, кнопканы басасыңдар. И опана деп ашылады. Дәу багажник достар, мынақа неше түрлі заттарды салып алады. Так, мына қайтепсем бұлай төменге жібересің де, үстіге жібересің и ашылады. И достар, әні қарада, мен жаңа отырған жер ана жақта болса, багажникта осындай керемет жерлер бар. Жап-жай. Менің Мерседесімде достар 2007 жылғы осындай болған ғой. Жап жаңа. Короче, мен қазір бұл машина қарындар, мына үстінен жауатын жері бар. Жауып жіберейін. И қазір біз достар Мерседеске барамыз да, одан не аламыз? Чехол. Мерседес достар, көп созбай, давайте біз оталдырып қойық. Қарандар. Мерседесте достар бізде ешқандай сок қоятын жер жоқ, осы ғана. И Мерседесте достар көтен жылытатын бар, суытатын бар, бірақ рульді жылытатын кнопка жоқ. Міне көрінде ма достар, Мерседесте не, магнит. Міне, тықтын, болды. Оны оталдыру, ойбай, Мерседес, қой. В общем, достар, Мерседеспен мен айтайын деп жатқан приколым, бұл алдында достар моторы құрып жатыр. Қараңдар, чек деген ол дұрыс емес, мынау сары. Сол үшін мынау Мерседесті мен білмеймін, пока что сатпай бір бөлестеп жөндеу керек болып тұр, бірақ моторы жөндету өте көп ақша болып тұр. Достар, комментарий жазыңдар. Мерседес сатамыз ба, жөндейміз ба? Жөндеу ұзақ болады сияқты, и потому что так, достар, Мерседестің багажнигін аша саламыз.
Мерседесте достар багажник өзі ашылып өзі жабылады. И мен айтып жатқам, біз Кияға мынандай новый чехол сатып алдық. Осы чехолды мен қазір бір байлап құшақтап аламын и Кияға барам. Так, машинаны қазір былай қана деп жабамыз. Ескі машина болсын сырт қуады ғой енді. Осылай 10 сағат достар багажник жапқаннан кейін мен жынданып жүрмін. Все. Достар, уақытша осындай жай чехол ала салдым, потому что жақсы чехолдар қымбат тұрады. Сол үшін қазір осы Кияның артына салып қойып жатырмын. Кстати, достар, мен неге қазір Кияны айдамаймын деген сұрақтарым болса, қазір далада қар жауып кетті. Багажы қандай деу. Мерседестен кейін сразу білінеді. Ал достар, екі машинемде менде қазір литний дөңгелек. Кстати, достар, міне камера заднего вида бар. Неде? Маған өте керек зат осы, потому что Мерседесте камера заднего вида жоқ. Шаршап кеттім ғой. Все, достар, Кияны көрсеттім сендерге. Енді Құдай қаласа комментарияға жазыңдар. Бір күні мен бұған толықтай обзор жасаймын и машина айдаймын. Сендер пока что лайктарымды. Так, все, достар, машина жаптым. В общем, лайктарымды жинайық, көрейік. Кімге қызық Мерседеспен кейін жарыстырамыз. Егер де Мерседес сатылмаса, пікірлерімді достар күтемін. Кім құттықтап жатыр, тағы да үлкен рахмет айтамын. Бәріне жұғысты болсын. Ескі машина деген жаңа машина алған өте жақсы екен. Түсінесің. Жаңа машина жақсы екен, қымбат болса да. Все, достар, біз өзіміздің Мерседес просто достар, мен білмеймін, жақсы көремін, все-таки бұрыннан бері келе жатқан машина. Өзім мынаны тіктіргенмін, так, өзім мынаның фарасын ауыстырғам, жақсы болатындай. Так, неме дейді? Су құйдып тұр. Дөңгелектің несін құйып. Так, енді Мерс тезірек жылынса жақсы болатын еді. Және достар, қазір сендерге айтайын деген, видео неге шықпай жатыр десеңдер, менің компьютерім ағамның үйінде. Қазір мен сол ағамның үй жағына барам, и сендерге көрсем, компьютер қаяқта тұр, не болып тұр, и неге видео шықпай тұр. Білем, видео шығару қазір қиын болып жүр, өйткені мен и көшіп жатырмын, еще ойламаған жерден біз машина аламыз деп шештік. Сондықтан осындай кішкене проблема, достар, ренжімеңдерші, мен күніге шығаруға тырысамын негізі видеоны. Просто мынау үйде менде интернет әлі қоспады, Қазақ Телеком. Не дейміз енді? Жаймен достар шығайық енді. Так, мынаны қазір ПРНД дейсінде. Достар, Мерседес менде әлі летний дөңгелекте мен үлгерген жоқпын. Зимний дөңгелек салуға. Бірақ машина полный привод болсын, кішкене асықпай жүрсе, мен ойымша нормально болады. Бірақ достар, опасно. Достар, Кия ма, Мерседес па? Просто комментарийға жазыңдар. Кстати, номер 003 Мерседестікі 703. Мен ол іштері болсын деп таңдадым. Білмеймін, жындым ба? Кетті, короче. Айтпақшы, достар, мен сендерге Мерседес туралы бір жаңалықты айтамын дедім ғой. Мен алдында папамды жұмысына апара жатам. Мәшіне дірілдей басайды, ол троид деп аталады. И прикиньте, мен жолдың шетіне тоқтап, мәшінді өшіріп қайтадан қосам деймін, дірілдеген қоятын шығар деп. Мәшіне атты ота алмай қойды. Достар, обидно болды. Ой, достар, сондай момент, мотор кішкене қазір қуып жүр, дірілдеп кетуі мүмкін арасында жақсы жүреді. Егер де дірілдемесе жақсы жүреді достар машина. Ал дірілдеп кетсе, ол өте жаман. Так, мақта бізде, короче, пробка тұр. Вот сол жаңалық Мерседес туралы айтайын дегенім. Жаңа көлікті содан кейін қарастырдық. Енді мына күйде жүрсейші. Енді достар, мен үйден шықтым, мәші былай жылындым. Сондықтан достар, мен влог түсірейін деп шештім. Влогта қызығырақ шығар енді. Менің өмірімдегі жаңалықтарды көресіздер. Плюс достар, кімге қиын емес, менің инстаграмыма жазылып қойыңдар. Инстаграмда мысалы мен уже көрсетіп қойдым мәші алып деп. Былай қатты көрсетпесем де кішкене жаңалықтарды көре аласыздар. Так, мынау ема. Лавой кәргір суын ашып жатырмын. Ойшы сондай әңгіме. Өзімнің курткам BMW, айдып келе жатқан машинем Mercedes. Ал салондан Kia алып жатырмын. Кстати, Kia бірінші корейский машина. Қызық екен. Кореец бір рет менде японец болды, ол Toyota Camry. 4 рет менде достар немістер болған екен. 3 Mercedes и 1 BH.
бэха достар жақсы болды негізі, потому что бэха 2013 жылғы, ал мынау Mercedes менде 2007. Ол достар уже разницасы бар деген сөз. Мен мына жақта КамАЗдар өте көп, мен сүйіп кететін шығармын, ой сау болыңдаршы. Все достар, осындай жаңалықтар. Қазір мен ағамның үйіне жаймен бара берейін и кездесеміз сол жерде. Менің ойымша влог сендерге ұнап жатыр, қызық болып жатыр. Солай енді. В общем, достар, қанша уақыт өткен білмеймін, бірақ мен ағамның үй жағына келдім. Так, запись жарып жатыр. Қандай әдемі мешіт, қараңдаршы. Ертең құдай қаласа жұма. Так, все достар, мен қазір осы жақта поворот жасаймын. Компьютеріма жеттім деген әңгіме ғой достар, мына жақ. Осы район ба деп қосақ кетсем. Бензин достар құй жер керек. Осы жерде мен бензин құятын жер бар, бір жақсы жап-жақын. Міне достар, бағанағы Кияның пробегі 60 болса, 60-70 қанша? Мынаныкі 233. Мен достар осы кей кезде ойлаймын да, осы менің Мерседесім 2007 жылы шыққанда қандай көлік болды достар. Мына машинада фаралар былай бұрылады, үстіге, астыға, шетке, оңға неше түрлі заттары бар. Мен ойымша салоннан не шыққанда вообще ураган болған шығар, қатты жүретін. О, BMW X5. Бірақ достар, мәшинелер ескіреді. Ескірген сайын жылайтын состояниесін сақтаған жақсы. Жақсы ғой негізі ескі мәшине. Бірақ жаңа машина жаңа мәшине, все-таки күн шықты. Мына жағын әлі қар болып тұр ғой. Ё-моё. Қалай кірем мен нақай енді? Оппана, аккуратно. Мына ақ қоям ғой деймін достар, анау RAV4-ның қасында бір әдемі орын бар сияқты. Или немесе арғы бетке қоям. Мына бір китайский машина қасына қоям ғой деймін. Все, давайте қазір үйге кірем. В общем, достар, осыған дейінгі шыққан бүткіл бір аптаның видеолар шығар, бір 5 видео точно осы жерден түсірілген. Наконец-то достар, мен өзімнің компьютеріме жеттім. Мынақта мен кресло, бұрынғы мынақта неше түрлі достар компьютер тұр, и мынау менің компьютерім. Қазір достар, мен осы түсіріп жатқан влогымның бәрін компьютерге кіргіземін. И так, мен достар, мына компьютерге отырмаған қалай заман мышкам тұр. И сразу достар монтаждаймыз. Не деген керемет вид достар, қарасаңыздаршы. Домбыра бар, кім домбыраны ойнай алады? Жазыңдар. Ата мен екінші очким тұр. Sony Vegas көрмеге қайзам. Соңғы рет мен монтажда Counter-Strike Maniac ойнаппыз. Сол кім көрмеді, қарап жібердім, қызық болдым. Все достар, мен қазір видео жасауға кірісемін. Ал бүгінгі влог достар осымен бітті деп ойлаймын. Мен сендерге бәрін көрсеттім, не болып жатқан қазір. Видеоны алса лайктар басып, жиірек осылай влог қаласылар комментарий қалдырыңдар, және де менің каналыма тіркеліңдер, потому что көп адам тіркелмей қарайды. Бәріне рахмет. Давайте.